Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек деп ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, білім жүйесі заман өзгерген сайын білім алушылардың заман ағымына сай сапалы білім мен саналы тәрбие алуына баса назар аударады. Жалпы орта білім беруде бұл процесс сабақтан басталады. Демек, мінсіз сабақ бұл заман ағымына сай оқушылардың бойында ойлаудың жоғарғы деңгейлеріне жеткізетін, құндылыққа бағытталған, сараланған, әрбір оқушы қажеттілігін ескеретін, жүйелі жоспарланған, толыққанды үрдіс. Сол себепті бүгінгі таңда әрбір мұғалім мінсіз сабақтың жоспарын құру туралы ойланады. Мінсіз сабақ дегеніміз не? Мұғалім мінсіз сабақты жоспарлағанда неге көңіл бөлуі керек? Құрметті көрермендер, білім қоржыны арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда мінсіз сабақтың 7 қағидасын қарастырамыз. Арнамыздан алыстамай, ұнады белгісін басып, жазылуға ұмытпаңыздар. Бірінші қағида – оқушылармен ынтымақтастық қарым-қатынас орнату. Мұғалімнің оқушымен тығыз қарым-қатынаста болып, әрқайсысын жете бағалауы, оқушылардың мұғалімге деген сенімін арттырып, сезімдік тұрғыдан сабаққа құлшынысын арттыра түседі. Сіздерге ұсынылатын идея, қоңырау кезінде есіктің қасында тұрып, әрбір оқушымен жеке-жеке амандасып, қал жағдайын сұраңыз. Жүктемеңіз үлкен болса, аптасына тек бір сабақта осы әдісті қолданыңыз. Оқушыларға таңдау беріңіз. Оқушыларға таңдау беру өте қорқынышты. Олар бүкіл материалды меңгермей, тапсырмаларды сапалы орындалуын қадағалау қиындап кетеді. Дегенмен, оқушыларға таңдау бойынша кластер құруға, немесе эссе жазуды таңдап алуға ұсыныс білдіру оқушылардың уәжін арттырады. Бірақ таңдау әртүрлі болуы мүмкін. Бұл тапсырманы ішкі мазмұнына байланысты, немесе топтасу формасына қатысты. Сіздерге келесідей ұсыныс жасағым келеді. Оқу тапсырмаларын мәзірін жасап көріңіз. Негізгі аста оқушылар видео көріп, ішінен маңызды фактілерді іріктеп алып, графикалық дәріс құрастырса, не болмаса осы тақырыпты жақсы білетін оқушыдан интервью алып, сыныпқа ұсынса, ал тәттіге берілетін тапсырма оқушыларға берілген тақырып бойынша логотип жасау, әлеуметтік желіге пост салу, немесе насихаттық ұран жасауға тапсырма беруге болады. Сабақтың басы мен аяғы ерекше, ал ортасын әдеттегідей жоспарлаңыз. Кейде ата-аналар, оқушылар тарапынан сабақ қызықсыз деген пікірлер айтылып жатады. Бірақ сабақ процесі цирк емес. Барлық сабақтарды ойын форматында өткізу мүмкін емес. Білім беру үрдісі оқушының зейіні мен ойын шоғырландыруды қажет ететін күрделі процесс. Сондықтан сабақ жоспары құрылымданған бөлімдерге сай құрылады. Мұғалім бір жағынан оқушының қызығушылығын арттыратын, екінші жағынан жүйелі жұмысқа жетелейтін тапсырмаларды қолданады. Сезімдік аспект кез келген іс-шараның басы мен аяғында баса назар аударылатын қажеттілік. Сондықтан сіздерге ұсынысым келесідей. Сабағыңызды жұмбақтан, сұрақтан бастауға болады. Ортаға қара жәшік алып келіп, осы жәшіктің ішіне не бар деп ойлайсыздар деп оқушылардан сұрайсыздар. Ал ішіне тақырыпқа байланысты бір зат салып қоюға болады. Немесе сабақты логикалық сұрақтан бастаса да өте қызықты болады. Сабақтың басы мен аяғы қызықты болса, ортасы құрылымданған жоспарға сай құрылуы мүмкін. Оқушыларға мұғалімнің рөлінде болуға мүмкіндік беріңіз. Зерттеулер бойынша өзара оқыту оқушылардың тақырыптың ішкі мазмұнын толығырақ түсінуге мүмкіндік береді. Қалыптасқан жүйе бойынша мұғалім тақырыпты түсіндіріп, содан түсінгендерін оқушылар өзара түсіндіреді. Оқушылардың ынтымақтастық атмосферада жұмыс жасауының бір жолы бір-біріне жанашырлық. Яғни үздік оқитын оқушы мен орташа төмен деңгейдегі оқушылардың бірігіп жұмыс жасауы өнімділікті арттырады. Ұсыныс ретінде тақтаға екі жұмысын суретін шығарып, бағалауға ұсыну, кемшіліктерін анықтау арқылы оқушылар орындалған жұмысының бағалау өлшемдерін
өздері-ақ анықтайтын болады. Және кері байланыста бүгінгі сабақта мен кімге көмектестім деген сұрақты да қосуға болады. Сабақты ертегі қағидасына сай жоспарлаңыз. Сабақты жаңа тақырыптан бастап, оны сабақ соңына дейін зерттей бастау қате стратегия. Бүгін бастаған сабағыңызды келесі сабақтың ортасына дейін аяқтап көріңіз. Қайталауға көңіл бөліңіз. Сабақтың басында өткен сабақтан, өткен аптадағы сұрақтардан және жаңа тақырыпқа қатысты сұрақтар қою материалды қайталауға және есте сақтауға мүмкіндік беретін тиімді тәсіл. Қателерге қуануға үйретіңіз. Қателер жіберу жаңа дүниені игерудің жалғыз жолы. Демек, тапсырмалар қолжетімді, бірақ оңай болмауы тиіс. Мұғалімнің міндеті тапсырмаларды сауатты іріктеп алу. Ұсыныс ретінде сабақтың басында ортаға күрделі сұрақты қойып, оқушылармен бірге жауап іздеуді ұсынамын. Оқушыларға сізге де оңай емес екенін айтыңыз. Оқушыларға уәж беріп, олардан барынша жұмысқа кірісуіне үмітті болыңыз. Сізге де сабақ қызықты болсын. Білім жүйесінде мұғалімдік қызметте зейнеткерлікке шыққанға дейін толық игере алмайтын әдіс тәсілдер мен технологиялар бар. Жаңа әдіске үйрену біршама уақытты қажет етеді. Және мұндай жағдайда әдістерді біртіндеп енгізген абзалырақ.